Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмі өте керемет болып шығатын, дайындалуы оңай сүтті қыз, яғни молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Оған қоюлатылған сүтті қосып, миксерлеп аламыз. Ерітілген сары майды қосып, тағы да араластырып аламыз. Електен өткізілген ұн мен қопсытқышты қосып, жан-жағына шашырамас үшін алдымен күрекшемен араластырып аламыз. Одан кейін біркелкі масса шығу үшін миксерлеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді 7 пергамент қағазын дайындап алып, 24 сантиметр етіп сызып аламыз. Әр пергамент қағазына 2 ас қасықтан қамырымыздан салып, осылай жан-жағына жұқалап жайып шығамыз. Пешімізді 180 градусқа қойып алдын ала қыздырып аламыз. 7 коржды да осылай алдын ала барлығын жағып, дайындап қойып қоямыз, себебі қамырымыз қоюланып кетуі мүмкін. Қызып тұрған пеште 180 градуста әр коржды 5-7 минутта пісіріп алатын боламыз. Енді крем дайындайтын боламыз. Сүзбелі ірімшікті осылай жақсылап араластырып, оған қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Кілегейді мен жан-жағын осылай ашып, жақсылап ішін араластырып барып, сүзбелі ірімшікке қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Менде шамамен 10 минуттай өтті. Крем ағып кетпейтіндей өзін жақсылап ұстап тұру керек. Енді әр корждың арасына 2-3 қасықтан кремді салып, жақсылап жағып шығамыз. Дайын болған тортты бір түнге тоңазытқышқа салып қоюға кеңес беремін. Егер ондай мүмкіндік болмаса, 3-4 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Ең жоғарғы коржды торттың беті тегіс болу үшін осылай төңкеріп салдым. Осындай кішкене кремді торттың жан-жағын жағып шығу үшін алып қалдым. Қалған кремді жан-жағына жағып шығамыз. Мен тортты үй жағдайында жасалған вафельный крошкамен әсемдеп шықтым. Өте жасалуы оңай. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Ал енді тортымыз дайын.
өте нәзік болып шығады, дәмі керемет болып шығады. Отбасыңызға, балаларыңызға дайындап беруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі дәмді тағамдардың түрлерімен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.